Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 99-шы нәтиже сабақ. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма, мәтінді мұқият тыңда. Абай Қарқаралыдан қайтып келген соң күні-түні кітап оқыды. Оқыған кітаптарынан көп асыл бұйымдар тапты. Абай тарихи кітаптар мен шығыстың дастан хикаяларын бас алмай оқиды. Кешкі шайдан соң Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әңгімелеп береді. Зере әжесі Абайдың кітапқа ықыласын байқап, «Қарағым, осының ақыл. Осы ала қағазыңнан айырылма, басқа балаларға ұқсама» дейді. Абай әжесінің сөзіне разы болып, күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды. Мәтін Мұхтар Әуезовтен. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтіннен мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөздіктен оқып ал. Бұйым, мүлік, жиһаз, дүние, зат бұл жерде ақыл, білім мағынасында. Хикая, бастан кешкен жағдай, болған іс, оқиға. Бас алмай, еш нәрсеге алаңдамау. Дастан, ұзақ әңгіме, тарихи шежіре. Ықылас, жақсы ниет, оң пиғыл деген мағынада қолданылған. Екінші тапсырма, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Қай сөйлем мәтін тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді, сол сөйлемді жаз. Балалар, мәтіннің тақырыбы талапты бала Абай деп алсақ болады. Мәтіндегі негізгі ой білім адамды өсіреді, ал тақырыпқа сай келетін сөйлем кітап білім бұлағы мақалын алсақ болады. Үшінші тапсырма, мәтіннен етістіктерді теріп жаз, оларды негізгі және туынды, болымды және болымсыз етістіктерге ажырат. Оқыды, негізгі, болымды етістік. Тапты, негізгі, болымды етістік. Оқиды, негізгі, болымды етістік. Әңгімелеп, туынды етістік. Береді, негізгі, болымды етістік. Байқап, негізгі, болымды етістік. Айырылма, негізгі, болымсыз етістік. Ұқсама, негізгі, болымсыз етістік. Дейді, негізгі, болымды. Разы болсын, негізгі, болымды етістік. Айтатын болды, негізгі, болымды етістік. Осылай етістіктерді ажыратамыз. Төртінші тапсырма, қарамен жазылған сөздердің сын есім екенін дәлелде. Қарамен жазылған сөздер асыл, тарихи, ала, тамаша сөздері. Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болып тұр. Келесі, бесінші тапсырма, мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықта. Абай күні-түні кітап оқыды. Бұл ақпарат дұрыс. Ол үй ішіне әңгімелеп берді. Бұл ақпарат та дұрыс. Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады. Бұл ақпарат бұрыс, себебі әжесі Абайдың кітапқа деген ынтасын байқаған еді. Ол басқа балаларға ұқсап өстеді. Бұл ақпарат бұрыс, себебі әжесі басқа балаларға ұқсама деген еді. Келесі, Абай әжесінің сөзіне риза болды. Бұл ақпарат дұрыс. Ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Бұл ақпарат та дұрыс. Алтыншы тапсырма, суреттерге қара. Суреттердің мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді төмендегі мәтіннен тыңда. Ал енді мәтіндерді оқимыз. Көлдің жағасында кішкене қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр. Оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасына орналасыпты. Жанында үлкен көлі бар. Ал енді балалар, мәтінді ретімен көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз. Мәтінді ретімен көшіреміз. Бірінші, оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасына орналасыпты. Жанында үлкен көлі бар. Көлдің жағасында кішкене қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр. Осылай мәтінді ретімен дәптерімізге көшіріп жазамыз. Ал енді мәтіндегі сын есімдер қалың,
үлкен кішкене. Осы сын есімдердің астын сызып қоямыз. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.